Қазақстан президенті мемлекеттік сапармен Өзбекстанға барды. Сапар аясында екі елдің басшысы келіссөз жүргізіп, сауда-экономикалық, көлік-транзиттік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуды жоспарлап отыр. Биыл 10 айда екі елдің сауда айналымы 4 миллиард доллардан асқан. Бүгін сонымен бірге ел астанасында екі елдің кәсіпкерлері жүздесіп, туризм, ет экспорты, құрылыс саласына қатысты келісімге қол қойған. Ташкенттен әріптесім Ақерке Бектас баяндайды. Ташкент халықаралық әуежайында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды. Қазақстан президенті 2019 жылы сәуірден кейін Өзбекстанға екінші рет мемлекеттік сапармен келіп отыр. Екі ел қарым-қатынасының дамуында президенттердің халықаралық алаңда тұрақты диалог орнатуы да ықпал етті. Мысалы, биыл күзде тараптар 4 мәрте түрлі саммитте бас қосса, соңғы рет қарашада Самарқанда өткен Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде жүздескен еді. Бүгін президент Ташкент қаласының Янги Өзбекстан саябағындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоғын қойды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары кезінде Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстанның өңіраралық бизнес форумы өтіп, тараптар ортақ жобалар бойынша 40 келісім шартқа қол қойды. Сауда және интеграция министрі Серік Жұманғариннің сөзінше, бүгінгі дейін Қазақстанның Өзбекстанға салған инвестиция көлемі 560 миллион долларға жеткен. Енді елдегі Қазфосфат компаниясы өзбекстандық әріптестерімен бірге келер жылы Ферғана мен Науаи қаласында минералды тыңайтқыш өндіретін зауыт салады. Қазақстан президенті 2019 жылы Өзбекстанға мемлекеттік сапар кезінде шекарада Орталық Азия халықаралық сауда орталығын құру туралы айтқан. Бұл әсіресе қазір қиындап кеткен трансшекаралық сауда мәселесін шешуге ықпал ете алады. Енді жобаның қалай іске асатынын министр Серік Жұманғариннен сұрадық. Ертең мемлекет басшыларының көзінше біздер осы келісім шартқа қол қоямыз. Ертең құрылысқа жол беретін боламыз. Жизақ өңірі, біздің Қызылорда өңірімен, Түркістан өңірі мен Науаи өңірі қарым-қатынасы, қазір өңіраралық қарым-қатынастары дұрыстанып жатыр. Сонымен бірге агро салада алыс-беріс көлемі артып, биыл ет экспорты шамамен 15 мың тоннаға жеткен. Енді ауыл шаруашылығы министрлігі тірі малды шетелге сатуға басымдық береді. Осы сапар аясында арнайы ереже бекітіледі. Экспорттың көбін Өзбекстанға бағыттауды көздеп отыр. 60 мың бастай ірі қара малдың, 120 мың бастай ұсақ малдың тірідей шығару, экспортқа шығару мәселесінде де қарастырып жатыр. Ол енді өзіміздің осы жылды алатын болатын болса, жаңа осы жылда келген төлдің бір 5-7% ақ. Сол себептен өзге ішкі нарқында да бағалар бізге қатты әсер етпейді, бағаны еттінде де өсуіне алып келмейді деп жоспарлап отыр. Құрылыс саласында да екі ел соңғы жылдары ортақ істі қолға алған. Мұнда да Қазақстанның Өзбекстандағы жобалары көш бастап тұр. Әсіресе кәсіпкерлердің 3 жыл бұрын бастаған бизнес арқылы Ташкентте тұрғын үй құрылысы қарқын алған. Салада жұмыс істейтін азаматтардың тең жартысы қазақстандық. Қазақстан Өзбекстанға қарағанда біраз алдында. Бізді hozir 220 inson ishlaydi. Shundan yarmi Qozog'istondan kelgan, yarmi O'zbekistonlik va 3 yil ichida 100 million dollardan ortiq ish yaptık. Туризм бойынша бірлескен жобалар бар. Мысалы, Түркістан қаласы мен Самарқан, Ферғана бағыт арқылы әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр. Бұған Өзбекстан тарапы қызығушылық танытқан. Жауаптылардың айтуынша, бұл Қазақстанға келетін туристерді тағы 25%-ға көбейтуге себеп болады. Екі жақты қостыратын бір туристік бағыттар, маршруттарды әзірлеп жатырмыз. Осы туристік бағыттар бойынша біз екі жақты туроператорлардың арасындағы қол қойылатын болады. Бұл дегеніміз, осы Түркістанға келген туристер осы бір маршрут арқылы Самарқандты да көріп шығуға мүмкіндіктері болады. Тура сондай арғы беттен де Самарқандқа келген туристер. Тағы бір айта кететін жайт. Қазақстан мен Өзбекстанның ынтымақтастығы, сыртқы саясаттағы ұстанымы тек екі елдің емес, Орталық Азияның қауіпсіздігіне тікелей ықпал етеді. Әсіресе Ауғанстандағы жағдай, қару-жарақтың заңсыз тасымалы, есірткі саудасы секілді мәселелерді президенттер ортақ саяси алаңдарда жиі айтып жүр. Сондықтан бұл сапар экономикалық байланыс тұрғысынан ғана емес, аумақтық қауіпсіздік жағынан да маңызды болмақ. Ақерке Бектас, Жаслан Жақсай, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна, Ташкент.